Құрметті ардагерлер, құрметті түлектер, оқытушылар, қадірлі студенттеріміз. Ең алдымен айтарым, бүгін бұл жерде ерекше атмосфера сезіледі. Бұл тарихқа деген құрметтің, ұстазға деген алғыстың және болашаққа деген сенімнің атмосферасы. Бұл өте маңызды. Өйткені университет тек ғимараттар, аудиториялар, инфрақұрылым немесе диплом ғана емес. Нағыз университет бұл адамдар, бұл ұрпақтар сабақтастығы. Бұл бүгінде білім беру, бизнес, мемлекеттік басқару, ғылым және өндіріс салаларында еңбек етіп жүрген мыңдаған түлектердің тағдыры мен өмірлік жолдары. Сондықтан түлектер форумы жай ғана кездесу емес. Бұл университетіміздің кемелдеуінің көрсеткіші. Бүгін Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз университеті өте маңызды нәрсені көрсетіп отыр. Университет тек білім беру ұйымы ғана емес, ол өңірдің даму орталығы, интеллектуалды алан және қоғамды біріктіретін күш. Қазіргі таңда әлем өте жылдам өзгеруде, мамандықтар өзгеруде, экономика өзгеруде, білім беру жүйесінің өзі өзгеруде. Бүгінде университеттердің алдында ең маңызды сұрақ тұр. Әлі толық қалыптасып үлгермеген болашаққа адамды қалай дайындаймыз? Сондықтан біз қазір жай ғана диплом туралы айтып отырған жоқпыз. Біз болашақтың дағдылары туралы айтып отырмыз. Жасанды интеллект, цифрлық технологиялар, робототехника, инженерия, кәсіпкерлік, креативті ойлау, өмір бойы білім алу қабілеті. Мемлекет басшысы өз сөздерінде бірнеше рет атап өтті. Қазақстанның болашағы бәсекеге қабілетті жастар мен мықты университеттер. Сондықтан министрлік бүгін академиялық еркіндікке, халықаралық интеграцияға, ғылымды дамытуға, инновацияны енгізуге, университет пен өндірісті байланыстыру, ұштастыру, университеттер негізіндегі ғылымды дамыту, білім беруге жасанды интеллекті енгізуге, әсіресе өңірлік университеттердің жаңа деңгейге көтеріліп келе жатқаны өте маңызды. Біздің ойымызша Дулати университетінің Қазақстандағы жаңа буын университеттерінің біріне айналуға толық мүмкіндігі бар. Қазіргі таңда сіздерде бай тарих бар, мықты ғылыми мектептер бар, өңірмен тығыз байланыс бар, индустриялық серіктестіктер қалыптасып келе жатыр. Ең бастысы үлкен түлектер қауымдастығы бар. Бүгінде дәл осы түлектер университеттің шынайы амбассадорлары, елшілерге айналуда. Әлемнің жетекші университеттерінде Alumni Association түлектер қауымдастықтары университеттерді дамытуға, студенттерді қолдауға, стартаптарды іске қосуға, инвестиция тартуға, халықаралық беделді күшейтуге ықпал етеді. Яғни тірі үлкен қауымдастық өз альма-матерін, өз университеттердің толыққанды қолдауға дайын тұрады. Сондықтан бүгін мұнда түрлі буын өкілдерінің жиналуы өте дұрыс қадам. Себебі ұрпақтар сабақтастығы университетіміздің тұрақты дамудың негізі де кепілі. Сонымен қатар университеттің жасанды интеллект бағыттары, цифрландыру, халықаралық ынтымақтастықты, инновациялық инфрақұрылымды өңір экономикасына бағытталған жаңа білім беру бағдарламаларын дамытуға ұмтылысын ерекше атап өткім келеді. Қазіргі таңда Жамбыл өңірінде жаңа инновациялық өндірістер ашылуда, үлкен тау-кен орындары ашылуда. Жамбыл облысы тек қана агроөнеркәсіп, ауыл шаруашылық орталығы емес, үлкен тау-кен, ауыр өндіріс, қара және түсті металлургия орталығына айналуда. Бұл үрдістер университетіміздің жаңа бір деңгейге, жаңа бағыттарды ашуға итермелейді. Бүгінде өзгеріске тез бейімделе алатын университеттер ғана алға шығады. Сондықтан университетімізге бизнеске ашық, ғылымға ашық, халықаралық әріптестікке ашық, студенттер мен түлектердің жаңа идеяларына ашық болуы керек. Құрметті достар, қадірлі түлектеріміз, бүгінгі форум тек өткенді еске алу емес. Бұл болашақ туралы форум. Менің сенімім, егер университет, мемлекет, бизнес және түлектер бірлесе жұмыс істесе, біз халықаралық деңгейдегі қуатты, заманауи, ең бастысы зерттеуші форматтағы университет қалыптастыра аламыз.
Форум жұмысына табыс тілейміз, жаңа идеялар, жаңа серіктестіктер мен жаңа мүмкіндіктерді тілейміз. Ал Дулати университетіне тұрақты даму, мықты түлектер мен сенімді болашақ тілейміз. Амандықта кездесейік, қадірлі әріптестер, құрметті қонақтарымыз, құрметті түлектеріміз, университеттің болашағы зор болсын, бәріміз бірігіп сол болашаққа жұмыс істейік.